Сәлем достар! Бүгінгі осы видео сабақта біз сіздермен ағылшын тілінің грамматикасын қарастыратын боламыз. Дәлірек айтатын болсақ, көмекші етістіктерді қарастырып өтейік. Көмекші етістіктерді тіл үйренушілер жалпы көп шатастырып жатады. Осы шақты алып көрейік. Осы шақтың көмекші етістігі am, is, are. Мысалы, I am a teacher. You are a student. She is a girl. We are friends. Яғни бұл сөйлемдерде көмекші етістік қолданып тұр. Ал енді егер мен айтсам I live in Almaty. He plays football every day. Бұл сөйлемдерде көмекші етістік жоқ. Сонымен көмекші етістіктерді біз іс-әрекет жоқ жерде ғана көмекші етістікті көмекке шақырамыз. Яғни I am a teacher. Мен мұғаліммін деген жерде әрекет бар ма, іс-қимыл бар ма? Немесе we are friends. Біз достармыз. Іс-әрекет бар ма? Ешқандай іс-қимыл, іс-әрекет жоқ. Сондықтан көмекші етістік қолданып тұр екен. Жалпы бұл айтып отырғаны менің лингвистикалық тұрғыдан қарағанда әрине ережеге қайшы келеді. Жүзінде нәтижесі өте керемет. Сондықтан бұны пайдаланып, кез келген жерде, кез келген сәтте көмекші етістікті жазар кезде ойланып, іс-қимыл бар ма, іс-әрекет көрсетілген ба деп ойланып, сөйлемдерді мұқият оқып шығып қолдануға тырысыңыздар. Ал енді етістіктердің міндетті түрде қолданатын екінші жолы бұл continuous tense, яғни созылыңқы шақта міндетті түрде біз көмекші етістіктерді қолданады екенбіз. Мысалы, I am sitting now. Мен қазір отырмын. I am sit негізгі етістікке ing жұрнақ қосылады. Немесе we are listening now. Біз қазір тыңдап отырмыз. We are көмекші етістік және listen деген негізгі етістікке ing жұрнақ қосылып тұр. Үшінші жолы бұл passive form. Яғни passive form деп отырғанымыз бұл мен жасаған емес, маған қатысты жасалған іс-әрекет. Мысалы, I am invited to the party. Мен қонаққа шақырыламын. I was invited to the party. Мен қонаққа шақырылдым. Яғни I am немесе I was және етістіктердің үшінші формасы invited. Дұрыс етістікке иде жалғау қосылып, осы passive формасында көмекші етістік қолданылып тұр екен. Сонымен достар, осы үш жағдайды мықтап еске сақтасаңыздар, яғни бірінші іс-қимыл қолданылмаған жерде, іс-қимыл көрсетілмеген жерде көмекші етістіктерді қолданасыздар. Екіншіден созылыңқы шақта, яғни continuous шағында. Үшіншісі пассив формада көмекші етістіктер қолданылады екен. Ал енді осы үш жағдайды мықтап еске сақтасаңыздар, сіздердің көмекші етістіктермен ешқандай да қиыншылықтар туындамайды деп ойлаймын. Мен сіздермен қоштасамын. Сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.